Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге Түркия мемлекетінің құпия сырын ашып, маңызы мен шындығын айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Сіздермен бірге Білез жарнасы. Түркия ресми аталуы Түркия Республикасы. Азия мен Еуропа құрлықтарында орналасқан мемлекет. Жер көлемі жағынан 37-ші орынды алады. 783.562 км квадрат. Жұрт саны 8.810.525 адам. Тәуелсіздігін 1920 жылы алған. Осман империясының ыдырауының нәтижесінде пайда болды. Кіші Азия түбегінде орналасқан, оны Қара, Жерорта, Эгей мен Мәрмәр теңіздері жан-жақты қоршайды. Шығысында Грузия, Әзірбайжан, Иранмен және Армениямен, батысында Болгариямен, Грекиямен, оңтүстігінде Ирак және Сириямен шекаралас. Географиялық орны, табиғат жағдайы. Түркия дүниенің екі бөлігінде орналасқан мемлекет. Жерінің 97% Азияда, ал 3% Еуропада жатыр. Батысы мен шығысы 1600 км-ге, солтүстігі мен оңтүстігі 550 км-ге созылған. Жағалауының солтүстігінде Қара теңіз, батысында Эгей теңізінде, оңтүстігінде Жерорта теңізі сулары шайып жатыр. Жағрафиялық орнының ерекшелігі Еуропа мен Азия құрлықтарының тоғысқан жерінде орналасқандығы. Босфор бұғазығы үстінде салынған көпір Азия мен Еуропа құрлықтарын жалғастырып тұр. Көпір 1971 жылы қазан айының 30-ында Түркия Республикасының 50 жылдық құрметіне ашылған. Ұзындығы 1074 метр, биіктігі 64 метр. Оның құрылысындағы түріктермен қатар Түркияның Еуропадағы Шығыс Фракия немесе Румесли деп аталатын бөлігі биіктігі 1000 метрдей үстіртті төбелі болып келеді. Азия бөлігін Кіші Азия немесе Анадолы түгелдей Кіші Азия таулы қыраты алып жатыр. Елде ойпатты жерлер аз, тек теңіз жағалаулары және өзен атауларында онша үлкен емес жерлерде қамтиды. Қара теңіз жағалауында қатарласа ұзындығы 1000 км-ге созылған Понти таулары алып жатыр. Понти тауларының орташа биіктігі 2500 метр. Шығысында Качкар тауының биіктігі 3931 метр. Шартасты болып келетін альпілік шатқалы тармақтарын асып өтетін тау аңғарларының болмауы елді мекендердің қарым-қатынасын қиындатады. Түркия континенттік климат белдеуінде орналасқан тау елі. Ел орталығында климат шұғыл континенттік, қыста суық болады, ал жазда ыстық. Тек қана теңіз жағалауларында климат субтропикалық болады. Жерорта мен Эгей теңіздерінде ауа райы өте ыстық болады. Осы аумақтық жерорта теңіздік климат белдеуі алып жатыр. Жаздың орташа температурасы плюс 29-31 градусқа дейін жетеді. Қыста жауын-шашын көп жауады. Ауа температурасы плюс 15 градусты құрайды. Ашық күн болмайды. Ауасы салқын болуы мүмкін. Қар өте сирек жауады. Жерорта теңізі жағалауында орташа температура плюс 18 градусты құрайды. Эгей теңізінде ауа райы салқын, тек қана ыстық айларында болады. Жазда өте ыстық, орташа ылғалдық 60%-ды құрайды. Түркияда өсімдіктердің 6700 түрлері бар. 3-тен 2 түрлері тек қана осы жерде өседі. Қара теңіз жағасында қалың орман өсіп тұр. Осы жерде армян емені, сәнді, үйеңкі және шамшат өседі. Жерорта теңізі жағасында бұта көп және жерорта теңіздік қарағайлар өседі. Ал грек жаңғағы, бадам және емен сирек кездеседі. Эгей теңізі жағалауында мәңгі жасыл ағаштар өсіп тұр. Орталығында құрғақшылыққа төзімді бұталар мен ағаштар бар. Елде жануардың көп түрлері бар. Тау ормандары, марал, кербұғы, елік, жабай шошқа, қабылан мен аюлар кездеседі. Далада бауыр мен жорғаушылар тіршілік етеді. 9 ғасырдың соңында Кіші Азия түбегінде Орта Азиядан оғыздардан тараған көшпенді селжұқ тайпалары кірді. Сол кезде ірі қуатты Византия империясы да оларға тойтарыс бере алмады. 1071 жылы мансириктер түрікше Маназерт маңындағы шайқаста селжұқтар византиялықтарды күйретті. Нәтижесінде
селжұттар олардың Кіші Азиядағы Сирия мен Палестинадағы иеліктерін тартып алды, бірақ Ирак, Иран, Сирия, Палестина, Кіші Азияны қамтыған Селжұқ империясы жаздан кейін бірнеше бөлікке бөлінді.